Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен екі түрлі құймақтан өте дәмді тіске басарлар дайындайтын боламыз. Бұл тіске басарлардың ортасына еттен салма салатын боламыз. Салманы дайындау үшін ең алдымен табымызға 3-4 ас қасық сұйық май құйып, 400 грамм сиыр етінің фаршын салып, жақсылап араластырамыз. Сәл араластырып алған соң, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосатын боламыз. Және де бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң, бір пиязды өте ұсақ қылып турап қосамыз. Пиязымызды салып, және де бәрін жақсылап араластырамыз. Бетін қақпағын жауып, жарты сағат пісіретін боламыз. Фаршымыз пісіп дайын болды. Піскен соң осындай бөлек ыдысқа түсіріп аламыз салқындау үшін. Енді құймақтарымызды дайындаймыз. Кеңірек ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Кішкене тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. 600 грамм сүттің жартысын құямыз және үстінен 200 грамм ұнды електен өткізіп қосып, жақсылап араластырамыз. Аз сүтте ұнды араластыратын болсаңыздар, ешқандай кесек қалмайтын болады. Үстінен қалған сүтімізді құйып, араластырамыз. 1 ас қасық құмшекер қосамыз және 2 ас қасық сұйық май, яғни күнбағыс майын қосамыз. Осындай болу қажет. Сәл сұйықтау қылып жасайтын боламыз. Табамызды қыздырып, бір шөміштен құйып, осылай құймақтарымызды екі жағын аударып отырып пісіретін боламыз. Қалған құймақтарымызды да дәл видеодағыдай пісіретін боламыз. Салмамыз саламыз. Құймағымызға осылай шетіне 1 ас қасықтан фарш салып, осылай екі жағын қайырып, дәл видеодағыдай орап дайындаймыз. Екіншісі, осылай құймақтың ортасына етін салып, жан-жағын осылай бүріп жинайтын боламыз. Жиналған құймақты осындай аскөктің немесе өздеріңіздің қалаларыңызға қарай көк пиязбен, жүзсаймен немесе чечил ірімшігімен байласаңыздар болады. Мен үйде осындай петрушкамен байладым. Қалғандарында дәл видеодағыдай ортасына салып, екі жағын байлаймыз. Қатты қысып байламаңыздар, әйтпесе құймақтарыңыз қиылып, жыртылып кетуі мүмкін. Құймақтың ортасын кесіп көрсетейін. Байқағандарыңыздай әдемі, оңай туралады. Осылай ортасынан бөліп дастарханға тігінен қойсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалаларыңызға, фантазияларыңызға қарай ішіне салма салып дайындасаңыздар болады. Қалай дайындасаңыздар да мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін тіске басарлар дайындап көруге кеңес беремін. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.